Жігіттер, сәлем. Сәлем! Қалдарыңыз қалай? Күшті. Айбат. Олай болса, бүгінгі концерттегі әсерлеріңізбен бөліссеңіздер. Желі болды. Тараз өзгеше. Тараз айтқандағыдай ресмилеу екен. Өзгеше, яғни басқа қалалармен салыстырған кезде кішкене ресмилік бар. Ресмилік дегенде қалай түсінсе болады? Қалай түсінсеңіз болмайды. Ол концертте болған кезде түсінесің. Яғни ол біздің бірінші тәжірибе, бұл нәрсемен кездесу. Яғни жалпы Таразбен кездесу бізде бірінші рет болды. Тараздық Иглздарды бірінші рет көрдік. Иглз шынымен де бүкіл жерде бірдей. Бүкіл жерде ашық, жарқын, шулы, естейді бізді тыңдап біледі. Орындарынан тұрып кеткендер күшті болды. Охраналар отырғызып жатса да орындарынан тұра бергендер дұрыс болды. Кім отырғызып жатса тыңдамаңыздар. Бүгін және көрермендерде 18 плюс болды көбінесе. 18 плюс көп болды. 30 плюстар болды. Бір әже болды, папа болды. 80 плюс болды. Жігіттер, олай болса сұрақтарға көшейік. Ең бірінші сіздерге Тараздық Иглздардың сәлемін жеткізе отырып, азаматқа арнайы сыйлық беріп жіберген болатын Эзиге. Ол сыйлық өте ерекше деп шештік, себебі арнайы сіз үшін Dolce Gabbana оригинал заказ берген болатын. Сыйлықты сізге табыстаймыз. Ашып қара бола ма? Ол не? Dolce Gabbana дейді? Есім бар ма? Жақында Эзи машина алайын деп жатқан. 4-5 жылдан кейін. Жөн неге 4-5? Машинаны тауып жүрсің? Әке, 4-5 жылдан кейін. Dolce & Gabbana Light. рахмет көп. Ұнады. Олай болса, әрі қарай сұрақтарға көшейік. Біздің сайтқа Иглздардан сұрақтар келіп жатыр. Олай болса, әр жігітке жеке-жеке сұрақ қояйық. Эзи, бірінші сұрақ сізге. Кеше ғана Халфани туралы сұраған болатынбыз. Неге шығармашылық бастауыңыз дәл сол Халфанидан басталды? Сізге псевдонимді кім қойды? Аты неге Халфани болды? Неге атыңды Халфани деп қойдың? Сол өйткені мен андеграундтық рэпер болдым. Мағынасы заң болады. Мен барда заң болады деген мағына. Бүткіл жерде тыныштық болады деген. Қай тілден еді? Египет емес пе? Ежелгі Мысыр тілінде. Ежелгі Мысыр тілінде. Халфани мұнара. Мұнара тобынан болады. Келесі сұрақ өзіңізге. Егер сізді адам аяғы баспаған бір аралға жіберсе, қасыңызға тек қана бір зат, немесе бір адамды ертуге болады десе, кімді алар едіңіз, немесе нені алар едіңіз? Бір зат, бір адам болады. Екеу көресің да, дек? Жоқ, бір зат и бір адам. Жоқ, немесе бір зат, немесе бір адам. Аралдан өмір бақи қалып қоясың ғой, бір уақытқа ма? Өмір бақи. Өмір бақи ма? Ё-мое, Анда ойлап кеткен ба? Аралдан пышаққа бола болады. Жастан жасап болады. бір қызымды аламын, сол аралды не қылу керек, көбейту керек қой. Ол енді. Қалжың ғой, мысалы дегенде негізі. Немесе егер де безвозвратный болса, онда телефон алып аламын, телефонмен Аралда сет жоқ, зарядтамайсың. ё-мое, фантазия жетпейші. Ойланып көрсің, өзіміз болсын. Дұрыс қой енді сол аралдың сен негізін қалаушы. Иә, негізі қалаушы болған дұрыс, иә. Сен қызды алып кетесің. Иә, дұрыс. Ол естественно нәрсе.